Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен 20 минуттың ішінде қамырын жасап, әрі пісіріп, осылай керемет печеньелер дайындап аламыз. Қараңыздар, жұмсақ әрі песочный болып келеді. Бұл қатты болып қатып қалмайды басқа печеньелерге қарағанда. Енді қарапайым рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға 1 жұмыртқа, 70 грамм шекер саламыз. Сосын ванильный сахар болса, егер болмаса, ол міндетті емес. Сосын аздап қана тұз қосамыз. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған 70 мл сұйық май қосамыз. Осын жақсылап араластырып отырып, ұн қосып отырып, қамыр илеп алатын боламыз. Ұнды бірден қосып жібермеңіздер, қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Енді осыған 1 шай қасықта разрыхлитель қосамыз. Мінекей қамыр осылай болып дайын болып шықты. Егерде онды көбірек қосып жіберіп қамырларыңыз бірікпей жатса, 1 ас қасықтай тағы да сұйық май қосып жіберіп, қамырды жақсылап осылай біріктіріп, жұмсақ етіп илеп алсаңыздар болады. Мінекей осылай 1 қасықтан алып отырып, мынандай шекерге шамалы ғана басамыз, қатты печеньені жаймаймыз. Қазір осының үстінен әдемілік үшін вилкамен басып шығатын боламыз. Сол кезде тағы да печеньелер шамалы үлкендеу формаға келіп жайылатын болады. Міне осының барлығын осылай бірдей формада қасықпен алып осылай жасап шығасыздар. Бұл рецепт ең бастысы 1 жасағаннан ұқсап шығатын, өте оңай әрі жылдам дайын болатын печеньелердің бірі. Енді осының үстіне осылай вилкамен әдемілік үшін форма жасап шықтым. Дәл осы рецептпен 19 штук печенье шықты. Енді осыны 180 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Өте жылдам қызарып пісіп шығатын болады. Әсіресе піскен кезде иісін айтсаңыздаршы. Дәл осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. 1 жасағаннан ұқсап шығады. Сіздерге 100% кепілдік беремін. Қараңыздаршы. Егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен видеоны бөлісе отырыңыздар. Қазір сіздерге осы печеньені бөліп көрсетейін. Қараңыздаршы. 1 тегісте пісіп шыққан астымен міне
қатты емес печеньеміз, қараңыздар, міне жұмсақтау. Ал ас болсын, келесі кездескенше сау болыңыздар.